каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода біз 39-ға бірінші есеп шығарамыз. Ал біз бастаудың алдында каналға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Ал біз кеттік. X сосын оның үстіне 2 жазамыз. Неге десеңіздер, бұны бізге ашып жазу керек. Алгебралық бөлшектердің қосылудың заңы бойынша осылай жазылады. Мынағанда x-ін жазамыз, өйткені бұны керісінше қайттан осындай түрге келтіргенде осылай шығады. Ашқан кезде ортақ x боласын, екі жаққа да x жазып шығамыз. Енді мына жерге b-сын жазамыз. Міне осылай шығады бұл есеп. Енді екіншісі. Енді біз бұл жерде 4y болып тұр. Енді әрқайсысына 4y-ден жазып шығамыз. 4y-ден 2a квадрат қосылған 4y-ден 5a деп. Енді бұл жерде бізге қысқартып жіберу. Қысқаратын қандай сандар бар? Бұл жерде бізде 2 мен 4 қысқарып кетеді, сонда мына жерде 1 қалады, мына жерде 2 қалады. Ал 5 пен 4 қысқармайды. Солай жаза береміз. Тең y-ден 2y-ден 1 жазбай ақ қоюға болады, сонда a квадрат қосылған 5a-дан 4y. Міне бұл біздің есебіміздің жауабы. Үшіншісі. Мына осы ашып салғымыз керек, сонда былай жазамыз. 2x y-ден x-тің квадраты қосылған 6y квадрат бөлінген 2x y деп. Бұл жерде мынау x квадрат деген бұл x көбейту x деген сөз. Сол x-тің біреуі мынаумен қысқарып кетеді. Ал мына жақта y көбейтілген y деген сөз. Y квадрат ол y көбейтілген y. Сол y-тің біреуі мынаумен қысқарып кетеді. Сонда мына жақта мына өшіп тастайық. Енді қараңыздар. Осылай қалып қояды, тең мына y қысқарып кетеді. Сонда x бөлінген 2y қалады, қосылған x бөлінген 3y қалады. Бұл бізде үшінші есебіміз жауабы, ал біз төртінші есепке көшеміз. Так, міне бұл бізде төртінші есебіміз. Енді біз бұны ашып жазуымыз керек. Оны қалай жазамыз? Кеттік. 6ay дейміз, мына бөлімді жазамыз. Бөлінген 12a квадрат дейміз. Қосылған 6ay y куб бөлінген 6ay болады. Енді бұл жерде мынау дегеніміз a-ның 2 рет көбейтілген деген сөзі өзі. Оның ішінде бір a-сы қысқарып кетеді. Сонда мынауыз кетіп қалады. Міне. Сонда мына жақта бір a-сы мен мынау қысқарып кетеді. И мына жақта y квадрат қалады да, мына y қысқарып кетеді. Сонда біздің жауабымыз еще мына екеуі қысқарады. Біреу, екеуі. Мына қысқармайды. Сонда бізде шығады мына y қалады. Y көбейтіп 2a бөлінген y қосылған y квадрат бөлінген 6a болады. Бұл бізде төртінші есептің жауабы, ал біз бесінші есепке көшеміз. Бұл бізде бесінші есеп. Бұл бесінші есепте жаңағыдай ашып жазуымыз керек. Ортағы 3ay дейміз, ал мына 2a квадрат дейміз. Азайтылған. Мына жерде азайту белгісі тұрғысы азайтылған дейміз. Так, 3ay. Мына жақта 3y куб деп жазамыз. Ал мына енді бұл жерде қысқаратын нелер бар. Мына жақта бір a бар. A көбейтілген a. Соның ішінде бір a-сы мен мынау қысқарып кетеді. Мына жақта y-дің мынау қысқарып кетеді. Сонда бізде 3y-ден 2a болады. Қалады азайтылған. Мына жақта бір y қысқарып кетеді. Сонда y квадрат қалады. 3y квадрат бөлінген 3a болады. Сонда a-сы мен a-сы қысқарып кетеді. Сонда просто астында a қалады. Сонда 2a бөлінген 3y азайтылған 3y квадрат бөлінген a. Бұл бізде бесінші есептің жауабы. Біз алтыншы есепке көшеміз. Так. Қосылған 5 бөлінген 8a y квадрат. Бұл жерде қысқаратындарын қысқартып жібереміз. Мына жақта мынау қысқарады, 4-ке қысқарса. Так, мына жақтың бір a-сы қысқарып кетеді. Мына жақта бір дәреже алады, сосын
бір дәрежесі 4-ке қысқартсақ 2 3 аяқта так 1 2 қысқа көбейтмесін сосын аяқта сонда 3a бөлінген 2y біз жалғастырамыз. Бастамасына алдында каналға тіркеліп лайк басып қоңырауын басып қойыңыз. Ал біз бастаймыз. Бізде бөлімдері бірдей, значит бірдей ортақ бөлім жазамыз. Мысалы 2x тұр, сонда бөлімі x болады. Бірақ бұл жерде x алында минус тұр. Минустан бастырса, теріс таңбаға бөлу керек. Минус 1x болып кетеді. Алгебралық бөлшекті азайтып қосқанда сондай ережесі бар. Қазір түсіндіремін. Алдына плюс тұрғасын, кәдімгі жаздай береміз. Минус 12, енді жерде минус тұрғасын, минус 1x деп жазамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, мына алдына минус тұр, сонда мына жерге минус деп жазамыз. Өйткені мына плюс таңбасы минусқа өзгереді, бірақ ол бөліміне қатысты емес. Сонда тең 17 минус 13x болып кетеді. Бөлінген x. Бізде жауабымыз осылай шығады екен. Екінші есеп. Так, екінші есеп. Бұл жерде де ортағына 3p квадрат береміз. Енді 12p азайтылған 1, мынаяқ минус тұрғасын таңбалар теріс өзгереді. Минус 1, минус 3p деп тең 3p квадраттан. Енді минус 3 12-ден азайтылып кетеді, сонда 9p минус 2 болады. Минус қосып кетеді, сонда минус 2 болады. Енді қысқаратындар болса, бұмен p қысқарады, сонда бұл жерде 1 дәрежесі алады. Жазбай қойып болады. Енді 9 3 қысқарады, мынақты 3 қалады, сонда. Так, достар, енді бұл жерде 3p квадрат дейміз. Енді азайтылып кетеді, 12-ден 3, сонда 9p азайтылған 1 мен 1, минус 1 мен минус 1 қосып кетеді, сонда минус 2 шығады. Бұл бізде екінші есептің жауабы. Енді үшінші есепке көшеміз. 5y дейміз, енді 6y минус 3, минус тұрғасын ішіне таңбалар тек теріс өзгереді, минус y минус 2 болады. Сонда аяқта 6y минус y азайып кетеді, сонда 5y аяқта. Так, 5y аяқта 5y сосын минус 5 болады. Енді аяқтары көріп тұрғанымыздай ортақ көбейткіштерге жүктейміз. 5y астында қалады. 5y астында қалса, так, маяқта 5 сыртқа шығарып жіберуге болады. Жақсан сыртына, сонда так, y минус 1 болады. 5 пен 5 қысқарады, сонда y бөлінген y азайтылған 1 шығады. Бұл бізде үшінші есептің жауабы. Біз төртінші есепке көшеміз. Кеттік. Достар, төртінші есеп. Төртінші есепте бізде дәл солай жазамыз. Ортағына 6-ны береміз. Енді 5p дейміз. Минус тұрған соң таңбалар теріс өзгереді. Минус 3a, минус плюсқа өзгереді, сонда плюс 2b. Енді ықшамдаймыз. 5p-дан 5p 2b қоссақ, бізде 7b. 7b бөлімде 6 азайтылған 3a болады. Бұл басқа адамда жоқ. Мысалы бәтет есеп. Бұл бізде 4 есептің жауабы. Әрі қарай да осылай шығаруларға салуға болады. Қатты қиын емес. Каналға лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге оқығанмен 5 қой.